Исламның ата жауы Әбу-Лахабтың ел болмасы әр пиғылынан көрініс табатын. Бәдірде оның орнын Әси ибн Хишам алмастырғанды. Құрайштың оңбай соққыға ұшырағанын естігенде есінен танған кісіше мең-зең күйде отыра кеткен Әбу-Лахаб шайқас барысын Әбу Суфайяннан ауызба-ауыз естігенде тіпті есеңгіреді. Біз мұсылман жамағатымен кездескен сәтте жеңетінімізге толық сенімде едік. Айқас қыза келе қалайша ойсырағанымызды аңдай алмадым. Сарбаздарға өкпем жоқ, өз әлінше тырбындақ. Түсініксізі қырғынның соңына ала, қара, ала атты сәлделі әскерлер қаптап кетті де басымызды әрең арашалап алдық. Оларға қарсы тұру мүмкін емес, деп әңгіме өрбіткен Әбу Суфаянды сол маңда отырған Әзірет Аббастың зайыбы Үммі Фадыл мен оның құлақ кесті құлы Әбу Рафих те қостай жөнелген. Қара ала атты әскер періштелер екеніне шүбәм жоқ дей берген Әбу Рафиққа онсыз да зығырданы қайнап отырған Әбу-Лахаб жұдырғын ала ұмтылды. Ашуын тырнадан алмақ болған тазының кебін киген лағынет атқан Әбу-Лахаб бас көздемей бейшара құлды төмпештей берді. Тепкіден тән ауырған құлдың ащы зарына көз жұмбайлық жасау мүмкін емес еді. Отымен кіріп күлімен шығатын сорлы құлдың жазықсыз жапа шегуі Үмі Фадылдың ашуын келтірді. Байғұс баланы қожайыны жоқтығын пайдаланып сабағаның ғой деп бір жағынан тұтқындағы күйеуінің жоқтығы жанына батқан Әббастың әйелі қолындағы сырықпен көзі қанталаған Әбу-Лахабты қақ маңдайынан осып-осып жіберді де Әбу Рафиқты арашалап алды. Ұзын етектіден таяқ жеген Әбу-Лахаб тиісерге қара таппай оқиға орнынан ұзай берді. Сол күні іңір түсер шақта төсекке бас қойған күйі ыңыранып, сырқат меңдеп, ақыры ажал тырнағына ілікті. Залым әкеден туған ол қайбір оңсын. Балалары туған әкелер үйінде өліп жатқанда мәйітті алып шығып көмуден қашады. Бірнеше күн күттірілген соң Әбу-Лахабтың денесі шіріп саси бастайды. Мүңкіген иіс бүкіл махаллаға қала берді, Меккеге жаппай тарайды. Өз қағынан жеріген ұлдары бұлайғы жұрттың сөзіне құлақ аспаған соң бірнеше адам шығып өлікті сүйдеген күйі қаланың шетіне апарып, бір шұңқырға апарып, өлексе көмгендей таспен бастыра салады. 623 жылы, хижрі 2 жыл, Алланың әміріне мойынсынған Расулла және оның асхабы Мәдинада намаз қылғанда Құбыла, Құттыс, яғни пайғамбарлар тұрағы болған Ақса мешіті болатын. Алайда Әзірет Мұхаммедтің іштей тілегі жер жүзінде таухид сенімінің тірегі болған бабасы Әзірет Ибрахим пайғамбардың құбыласы Қағбаға бет бұрып намаз қылу еді. Мұсылмандар да әсіресе мұхажирлер осыны тілейтін. Өйткені 5 уақыт намаздарында Қағбаны бетке алу туған жерге деген сағынышты басар ма еді, кім білсін. Тағы бір себеп яһудилердің Мұхаммед пен оның сахабалары біз көрсеткенше құбыланың қайда екенін де білмейтін деген тиіп қаштық сыпсыңдар да арқаларына аяздай батқан. Алла елшісі құбыланы өзгерту үшін уахидтің түсуін, Жәбірейіл періштенің келуін күтіп, Қағбаны құбыла етуді тілеп Аллаға жалбарына түскен. Күндердің күні Жәбірейіл келіп, Алла Расулы оған көңіліндегі ниетін білдіреді. Сонда періштенің айтқан ақылы мынау: мен де сен сияқты құлмын. Сен жаратқан Аллаға сыйынып, содан сұра. Не тілегің болса, Рабыңнан тіле. Осы кездесуден соң Әзірет Расулла Құдыстағы Ақса мешітіне жүзін бұрып намазға тұрған сәтте басын көтеріп көкке ұзақ көз тігетін, дұға ететін. Ақыры Мәдинаға хижреттің 17 айында
құбыланың харам мешітіне, яғни Қағбаға қарай өзгертілетіндігі жөнінде көктен аят түсті. Онда былай делінеді: расында сенің жүзіңді қайта-қайта көкке қарата бергеніңді көрудеміз. Сені міндетті түрде көңіліңе жағатын құбылаға бағыттаймыз. Қане, жүзіңді харам мешітіне қарай бұр. Бақара сүресі 144 аят. Осы уахи түскен тұста Алла Расулы мешітте 5 намазын оқып жатқан. Алғашқы 2 ракат тамамдалып, соңғы 2-і қалған. Сол мезетте пайғамбарымыз ақырындап Қағбаға қарай бұрылды. Жамағат та имаммен бірге сол бағытқа бұрылды.